сәлеметсіздер ме, мен сүйкімді оқырмандарым. Бүгін сіздерге тақырып судың пайдасы мен түрлерін айтатын боламын. Мен болғаныңыздарға көп рахмет. Біріншісі лимон қосылған жылы су. Лимон қосылған жылы судың пайдасы құрамында аскорбин кислотасының болуында, нәтижесінде мұндай сусынның асқазанның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар лимон қосылған су қан құрамында қантты азайтып, адамды зіріктетіп, организмге қуат береді. Екіншісі, бал қосылған жылы су денсаулықты қалпына келтіретін тағы бір қарапайым әдіс. Аш қарынға бал қосылған жылы су ішу бал қосылған несімен пайдалы, және оны қалай дұрыс ішу керек. Тағы бір айта кетерлік, суды емдік мақсатқа пайдаланатын болсаңыз, қайнатылымға су ішу керек. Мәселен, мамандар бұлақтың немесе құдықтың суы болса және оның таза екеніне көзіңіз жетіп тұрса, қайнатпай ішуге болатынын айтады. Немесе фильтр сүзгісінен өткен суды да қайнатпай-ақ бал қосып ішуге болады. Бал қосылған су адам ағзасын зеріктіп, күш-қуат береді. Судың пайдасы. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз еркінділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларының даму қаупін төмендетеді. Адамның иммундық жүйесіне пайдасы үлкен.